Баршаңызға сәлем, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге духовкада тауық етін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: тауық етінің дәмдеуіші, тұз және де майонез, кетчуп және соус қоссаңыздар болады. Бірінші дәмдеуішіміз бен тұзымызды қосып, үстіне соусымызды қосатын боламыз. Соус міндетті емес, оның орнына кетчуп пен майонезді қоссаңыздар да болады. Бізде 2 адам болғандықтан мен бір тауықтың сан етіне 2 ас қасық майонез бен 2 ас қасық кетчуп қосқан болатынмын. Ал сіздер көп болсаңыздар, соған қарай көбейте берсеңіздер болады. Келесі кезекте сарымсағымызды қосатын боламыз. Бізге 1 дана сарымсақ жеткілікті. Соны арнайы осындай майдалайтын ұсақтағыш құралдарыңыз болса, сонымен майдалап алсаңыздар болады, немесе пышақпен турап алсаңыздар да болады. Қоспамызды қосып болғаннан кейін қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз. Мінекей, араластырып дайындап алдық. Енді 20 минут немесе жарты сағатқа бетін жауып қоятын боламыз. Келесі кезекте көкөністерімізді турап алатын боламыз. Бізге 3 дана пияз, 5 дана картошка және де 1 дана сәбіз жеткілікті. Барлығын осындай арнайы пышақтарыңыз болса, немесе кәдімгі пышақпен турай берсеңіздер де болады. Мінекей, барлығын турап алдық. Енді оның үстіне қоспаларымызды қосатын боламыз. Бізге керекті заттар: тұз, қара бұрыш және де паприка. Барлығын араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне барлығын араластырып алатын боламыз. Және де бізге күнбағыс майы, яғни пісте май қажет болады. Пісте май бұл тамағымыздың құрғақ болып қалмас үшін қажет. Ал біздің көкөністеріміз дайын, тауық етіміз дайын. Келесі кезекте тапамызға осылай фольгамызды салып аламыз және де үстіне көкөністерімізді орналастырып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін жаңағы тауық етімізді саламыз. Салып болғаннан кейін біз осылай фольгамен бетін жабатын боламыз. Яғни беті құрғақ болып қалмас үшін, картошкалары таза пісу үшін. Бетін толық жауып болғаннан кейін пешімізге 200 градусқа 45 минут пісіріп аламыз. Ал мінекей, біздің тамағымыз дайын, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Көп уақыттарыңызды алмайды, жасап көруге кеңес беремін. Пайдалы ақпарат болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.